Ассалаумағалейкум менің көрермендерім. Барлығыңыздың отбасыларыңыз аман ба? Дендеріңіз сау ма? Шаңырақтарыңа бақ береке ырыс несіп етсін. Ал енді бүгінгі тыңдайтын әндеріңіз ауғаннан сәлем деп аталады. Оны енді орындайтын Әділхан Қуанбаев. Енді осы өлеңнің қысқаша тарихын айтып өтсем деймін. Ол кезде мен Түркменстанның Шаржо облысы Дарған-Ата ауданы Газашақ поселкесінде тұратын едім. Жасым 31 деді. Сол жерде жұмыс істедім. Ол баяғы кеңес кезінде, кеңес үкіметінің кезінде қай жерде жаңа құрылыс бар, қай жерде жаңа қазба байлықтар шығып жатыр. Әйтеуір қай жерде ақша көп болса жүре беретін қой. Өзбекстаны бар, Түркменстаны бар, Россиясы бар, қай жерде не болса. Сол кезде мен Түркменстанда болдым. Содан енді 79 жылы, енді 80 жылға 4-5 күн қалғанда мені военкомат шақырып, сонымен Ауғанстанға барасыңдар деп жіберді. Сонымен бір түнде облыс орталығы Шаржоға келдік. Сол жерде бір аптаның көлемінде бір полк әскери жасақтап біздерді Ауғанстан жаққа жіберді. Енді ол әскери деп жасақтағанмен көбісі тіпті армияға бармағандар да бар. Біреу жарым біздер ұқсаған барып келгендер бар. Сонда не үшін бардық, не үшін қойдық түсінбейміз ғой. Сонда бізге ана жемтік болсын дедім ана дұшпандарға. Тіпті мылтық атып жүрмейтіндер де бар ішінде. Қойшы деп бастарында ауыртып не алайық. Сонымен қаңтар, ақпан, наурыз осы 3 айда біздер Ауғанстанда болып қайттық 80 жылы. Келгеннен кейін кеменің қызметкерлері шақырып қайда болдыңдар, не көрдіңдер, не білдіңдер, ешкімге айтпаңдар. Айтсаңдар олай болады, бұлай болады деп біздерге қол қойдырып алды. Сонымен ол жабылды, азан жабылуымен қалды. Қазірдің өзінде біз Ауғанстанға бардық десе ешкім нанбайды. Ешқандай документіміз жоқ. Сондай не өтті, сол кезде бастан өткен уақиғаны онда қысқаша анау-мынау айта берсем болмайды. Сонда қылып жазғаным бар еді. Енді осы өлеңді тыңдаңыздар. Ауғаннан сәлем. Өлеңнің авторы қазіргі таңда Приозерск қаласында тұратын Құлыскете Әбдірейім Ақсақал. Орындайтын Әділхан Қуанбаев. Көп болды мен кеткелі шығып үйден, қалдартқа балалар мен жарым сүйген. Соларға сағынышты сәлем жолдап, екі ауыз сөз жазайын көрген білген. Асыл дос хабар айтшы, жанға дәрі ағайын, саушылыққа жас пен кәрі. Папалап асылушы едім мойыныма, шапқылап құлындарым жүрме бәрі. Сәлем айт бердіш Бержан, Егенбайға, Әбдірахман, Әлі Шоқан, Жұматайға. Неліктен хабарласпай кетті олар, отырып мәз болады жылы жайда. Енді айтсам өз жайымды хабар етіп, сұр шүйнел үстімізде аяқ детік. Қоршауы шекараның қалды артта, жеріне ауғандардың кеттік өтіп. Бешмешек арқамызда, каска баста, ашқарын шұрқырайды тоймай асқа. Тәлімсіп жемеуші едік майнан, үйде күйеді қарананнан жүрек қас
асқа. Тамақты кім пісірсін, бізге баптап шикі ет картошкамен қойған қақтап. Асқазан күйген менен амалғанша жүруге жағдай жоқ қой тәртіп сақтап. Кетеміз таң атқаннан, шығып жорық езіліп етігіміз суға толып. Келеміз кешке айналып палаткеге, күнімен денемізді суық сорып. Автомат асып алып мойыныңа, әскердің жаттығасың ойынына. Мәпелеп үйімдегі асыл жардай тығасың жатарды оны қойыныңа. Жатақ жай жеткіз алман айтып сөзбен, бәрібір нанбайсыңдар көрмей көзбен. Қарасаң ар жағынан күн көрінет, білмеймін тігілген бе қазан бөзден. Бұл жерде қайдан болсын жылы төсек, жатамыз астымызға қамыс төсеп. Серейіп мұз боп қатып қалмау үшін, шығамыз таң атқанша отты көсеп. Болғанмен палатка тар, көңіл кең ғой, әзіл сөз ойын қалжың қайғың айым ғой. Жиналып орыс қазақ отырамыз, әзілдеп үлкен кіші бәрі теңдей. Ауғанның бір жері тау, бір жері сай, халқы да бұрынғыдай жарлы мен бай. Бейшара қуанады ебелектеп, бір бөлек беріп едік нан менен шай. Үстінде көрсең егер киімдерін, неше рет жамаулаған ендерін. Сонда да алып жүрміз естеліктеп, пақырлардың қалған қашқан тиіндерін. Көп жігіт кезектесіп тұрдық поста, жанарың елге қарап толар жасқа. Қаңғыған бандиттердің оғы тиіп, қорқасың кетем бе деп өліп босқа. Қаншама осы қыста азап көрдім, қысқаша хат арқылы айтып бердім. Тиетін табанымыз күн бар мекен, шипалы топырағына туған жердің ай.